Ассалаумағалейкум, болашақ ютуберлер. Осы сабақта бұл мини курс деп атауға болады. Ютубты бастауға ең маңызды нәрселерді айтып шығамын. Әсіресе бұл видео жасауға білмейтін, ютуб дегенді бірінші естіген, бірақ ақша табуға болатыны жайлы білетін сондай адамдарға өте пайдалы болады. Барынша ең пайдалы деп білім дегенді айтып жіберемін. Ютуб каналды өзі қалай бастауға болады? Өте оңай. Егер сіз ютуб каналды бастау деген ойларыңыз пайда болса, мүмкін сіз оны бір инстаграмда, интернетте біреу блогерлардың қалай ақша тауып отқанын, олар өздерінің купюраларын қалай санап отқанын көргеннен кейін соған қызыққан шығарсыз. Бірақ егер сіз ютуб каналды олардан естігеннен кейін, өте оңай, бұны жай осылай істейсіз, одан кейін болды, монетизация анау қосылады, сосын осылай мына видеодағыдай купюраларды санап отырамын десеңіз, ол өте оңай емес. Ютуб деген ол бір ойыншық емес, балалар кез келген адам келіп, содан кейін соны салып, болды, просмотрға жиналады, 10 мың монетизация қосылады, болды, бәрі келеді, оңай ақша, ол мүлдем емес. YouTube дегенді бөлек профессия деп қарастыруға болады. YouTube каналдан жақсы табыс алу үшін оған біраз уақыт бөлу керек. Ал егер сіз компьютер, видеомонтаж, видео түсіру, сценарий, адамдарға ақпарат жеткізу, камераға қарап сөйлеу, соның бәрін неге сізде мүлдем тәжірибе болмаса, ондай немесе кішкене ғана болса, онда сізге бұл кішкене көбірек уақыт алады ютубқа кіріп, одан оны табыс көзіне айналдыру деген. Егер шынымен ютубтан ақша жасау деген өте оңай нәрсе болатын болса, онда елдің бәрі кез келген келіп, осы телефонды алып, шайқалып тұрған қолмен бірнәрсені сөйлеп алып, музыканы тығып, одан кейін соны ютубқа салғаннан кейін солай шынымен мыңдаған просмотрлар өз бетімен жинала береді, ақша өз бетімен келе береді десеңіз, олай жұмыс істемейді. Ютуб видеоны жасаудың өзінің бабы бар. Видеоны қалай салу керек, оны қалай сөйлегенде камераға, соның бәрі ол да бөлек бір мамандық сияқты, оған дағды керек. Әйтпесе егер шынымен солай оңай болса, онда көрінген адам сол видеоларды жай түсіріп сала бермей сол ақша тауып. Бірақ мен осы ақпаратпен неге бөліскім келіп тұр? Біріншіден, ютубта қазақша тілді контенттің санын көбейткім келіп тұр, және оның дәрежесі көтергім келіп тұр. Өйткені өзіңіз байқаған шығарсыз, ютубтағы қазақша тілді контент деген қаншалықты аз. Егер бір тақырыпты, бірнәрсе тайм-менеджмент, бір қаржылық сауаттылық, немесе бір пәндерді, тарих, сондайға байланысты тақырыптарға іздесеңіз, ютубтың поисковигінен жазып, қазақша жақсы жасалынған видеолар деген аз болады. А егер орысша іздесеңіз, олар қазіргі орысша контентте неше түрлі видеолар тереңдетілген, тарихқа байланысты, маған бір экономика, биржа, бизнес, финанс, соның бәрі басқа бір уровеньға шығып отыр. Ал қазақша тілді контентте жоқ. Бір жағынан адамдарға ондай жасау үшін креативность керек, а екінші жағынан қазір қазақтардың өздері көбісі видеоларын бірнәрсе жасаса, блогерлер орысша сөйлеп, орысша түсіреді. Оларды айыптамаймын, бірақ егер олай жалғаса берсе, келешекте ол қазақша тілден енді өте аз нәрсе қалады. Балаларға бірнәрсе тіпті жақсы бір ақпарат видеоны қосып берейік десе, онда ондай жақсы видеоларына өте аз болады, табуға қиын болады. Екіншіден, ютубқа видеоны жасау ол өзі бөлек жұмыс, біраз уақыт алады. Негізінен, егер дұрыстап әдемілеп жасау керек деген ниетіңіз болса, ол бөлек жұмыс. А егер осы бөлек жұмысқа ақша төленбесе, адамның беті қайтып кетеді ондай нәрсемен айналысудан. Сондықтан қазақша ютубта мүмкін адамдар аз, өйткені монетизация дегенде немесе басқа табыс көздері көрмегендіктен кейбіреулер ютубта қазақшада бастайды, одан кейін біраз уақытта кейін тастап кетеді. Үшіншіден, Ресейдегі орысша контентте немесе батыс елдердегі ағылшынша сөйлейтін контентте ютубтың видеоларын қазір қандай оларды дәрежеге көрсеңіз, ауыз ашып таңғаларлықтай сондай неге жеткізгенін. This is a $1 billion super yacht, and it's big enough to hold an entire... Қазақша контентте де солай істеуге болады. Егер сондай дәрежеге жеткізсек, онда қазақша тілде көретін адамдар көбейеді. Ол өте мүмкін нәрсе. Аликейзат деген канал бар. 2 миллион подписчигі бар. Тек қана қазақша сөйлейді. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Аликейзат. Бүгін бізде ойындар ойнайды, бірақ 2 миллион подписчик қазақша сөйлеп отқан каналға. А енді ойланып көріңіздерші, осы YouTube үйренуге бір курстар сататын адамдар, блогерлер, олар өздері YouTube'та қалай үйренді? Асланбек Жұмағали деген ең жақсы мысал. Ауылда өскен бала, сол ауылда компьютермен ютубмен шұғылданған, видеоларын салған, видеоларын жасап, видеоларын жасағаннан кейін өзі сабақ алып, үйреніп, мынаны дамыту керек, мынаны істеу керек деп, солай жай-жайдан каналын дамытты да, сол канал жақсы жүріп кеткеннен кейін
ақшаны тауып қалаға көшті бүкіл отбасымен. Курс алудың қажеті жоқ. Қазір ағылшынша, орысша тілде адамдар өздері каналдарын жүргізу деген неше түрлі миллион, мыңдаған каналдар ашқан, қаншама видео жасауға байланысты неше түрлі ақпараттар жан-жақтан айтып шыққан. Мен солардың бәрін қарап алғым, түсініп алғым, қалайсы не, YouTube-тың қалай жұмыс істейтінін соны біліп алғаннан кейін жай ғана жүрмей, одан да бұл білмеймін, осылай бөлесейін деп отырмын. Енді YouTube-та ақша табу деген уақыт ба жоқ па деген ойлайтын адамдар. Жоқ, ақша табуға болады. Өте жақсы ақша табуға болады. Мына жерде қаншама мысалдар көрсетемін. Смотрите, за последние 28 дней у меня набралось 758 тысяч просмотров в месяц, столько-то часов, столько-то подписчиков, и я заработала $615 от YouTube AdSense. Маған YouTube 10 миллион просмотр үшін 3 миллион 113 мың теңге төлейді. Техноблог США 14 миллионов просмотров и $58,5 тысяч. Это $4.14 за 1000 просмотров. Сколько принес казахстанский YouTube за 5 миллионов просмотров? Итак, смотрим. И $1000 дохода за 5 миллионов просмотров. Канал The Box, русский язык, 202 миллиона просмотров и $204 тысячи. 2,4 миллиона просмотров и заработала $2600. Бірақ тағы да ескертіп қоямын. Сіздің YouTube-та видеоларыңызды салсаңыз, қашан сізге монетизация қосылады, қашан сізге спонсорлар келеді, ақша келеді деген сияқты ондай нәрселерді мен білмеймін. Өйткені ол сіздің видеоңыздың сапасына, сізге сөздің өзіңіздің қарым-қатынасына байланысты YouTube-қа. Егер видеоларыңыз жақсы болып жүрсе, бәрі керемет болып жасалса, аудитория, комментарийді жазатын адамдар, подписчиктер өсіп отырса, онда уақыт өте келесіз монетизацияға. Мен сізді канал қалай не болып жатқанын қазір көріп тұрған жоқпын, сондықтан мен сізге қазір бір айдан кейін монетизацияларыңыз қосылады, керемет болады бәрі деп обещание бермеймін. Неге осы адамдар көбісі YouTube каналды бастайды да тастап кетеді. Егер олар осындай ой санамен келсе, мен қазір 10 видео саламын, шықса, онда жақсы ары қарай жалғастырамын, егер шықпаса болды, тастаймын. Егер сізде осындай ой сана болса, онда қиын болады, өйткені әрбір видео жасаған сайын сіз өзіңізді асықтыруыңыз мүмкін. Тезірек тағы бір 3 видео салу керек, 10 видеоға жеткізем, одан кейін көрем қазір просмотр жинала ма, канал өсе ма деген сияқты. Онда ой санамен сізге қиын болады. Ал видеоблогерлер қазіргі сол ақша жақсы тауып отқан миллионниктер, 100 мың подписчиктары бар, олар жылдар бойы видеолар түсіріп отыр. Оларда 10 видеодан астам каналдарында. Өйткені оларда подход басқаша. Егер сіз YouTube-та әдетке айналдырып алсаңыз, ол мысалға мен күніне 10 минут видео түсіремін, YouTube-пен айналысамын деген сияқты. Камераны қосып қоясыз, 10 минут бір тақырыпқа байланысты видеоны жазып тұрасыз, солай видеоны жасайсыз дегендей. Немесе аптасына жарты сағат видео жасауға уақыт бөлемін. Солай сізге оңайырақ болады. Сіз өзіңізді беталды асықтырмайсыз, тезірек видеоны жасау керек, тезірек салу керек деген, тезірек монетизация қосу салу дегендей. Негізгі энергияңызды, күшіңізді видеоны дұрыстап жасауға бөлетін боласыз. Ал егер осының бәрін тыңдағаннан кейін дайын болсаңыз, негізгі ақпаратқа курстың кірісейік. Ескертіп қоямын, бұл YouTube-та бастауға байланысты. Неге бастауға? Өйткені кейбір адамдар камераға сөйлеуден қорқады, немесе басқа бір нәрседен ұялады, адамдар не деп ойлап қалатын, сондай нәрселерден бастамайды да, солай жүре береді. Бұл мини-курс 2 бөлімнен тұратын болады. Біріншісі, YouTube бастаған кезде ой санаға. Өйткені адамдар көбісі не видеоны осылай жасау керек, музыканы мынандай таңдау керек, және басқа технический нәрселерді айтып тұрады, бірақ подход, қандай подходпен келу керек осының басындағы, ондай туралы көбісі айтпайды. Ал ол өте маңызды, өйткені неге адамдар көбісі білімді жинаса да, қаншама курс қатысады, кітап оқиды, бірақ сол білімге сай амал етпейді, білмейміз. Егер сізден туралы солай видеоны қарағаннан кейін ешқандай амал әрекет жасамасаңыз, бұл видео сізге ешқандай пайда әкелмейді. Сондықтан барынша әрекет жасауға тырысыңыз. Екінші бөлім видео жасаған кездегі ой санаға байланысты. Ал бастайық. YouTube-қа байланысты ең маңызды нәрселер ең басында. Біріншісі, камераға қарап сөйлеуден қорықпау. Егер сіз камераныз жоқ болса, немесе YouTube-та камерасызды жасағыңыз келсе, бір өзіңіздің түріңізді көрсетпей-ақ, ондай да болады, бірақ мен оны келешекте Алла қаласа айтамын. Қазір камера жайлы. Бұның бірнеше пайдасы бар, камераға қарап сөйлеуді үйрену. Сіздің түріңізді көрген кезде адамдарда көбірек сенім пайда болып, тірі адам сөйлесіп отыр, маған қарап тұр, менімен дегендей. Бір сыртта робот па, бір нәрсе емес. Екіншіден, камераға ұялмай, қысылмай сөйлей алсаңыз,
ол сізге өміріңізге жеңілдік әкеледі. Басқа адамдармен сөйлескен кезде байқадым, кейбір адамдармен сөйлесуді ұялмаса да, иә, кішкене қысылады, бірақ сөйлесе алады дегенде, бірақ камераға келген кезде деп тұрып қалады. Үшіншісі, адамдарға ақпаратты жеткізу әлде қайда оңай болады, өйткені сіз осылай сөйлеп тұрған кезде езік жестов деген қолдарын қолданасыз, көздеріңіз, эмоцияңыз бәрі сіз адаммен шын өмірде сөйлесіп тұрғандай боласыз, бірақ енді телефоннан немесе экраннан. Төртіншісі, видеоларыңыз монтажына, видеоны кесу дегендей, соған уақытты азырақ кетіресіз, өйткені бетті көрсетпейтін каналдар сондай видеолар жасасаңыз, ол жерде адамдар қызықсыз болып кетпеу үшін әрдайым бір видеоны, бір музыка, бір нәрсені тағы да монтаж, переход, неше түрлі қозғалыс, движение жасау керек, ал оның бәрін компьютердан осы бір жерде монтаждау, ол біраз уақыт алады. Ал былай сіз өзіңіз камераға қарап тұрсаңыз, сөйлеп, онда қатты көп қиындатудың қажеті жоқ. Енді жақсы, камераға қарағанда қалай қысылмауға болады, қалай соны үйренуге болады. Мынандай оңай әдет, мен өзім бір 2 ай бұрын телефоным қолымның астында ғой, күнде 5 минутқа қосып алып, камераға қарап тұрамын да, әртүрлі тақырыптарға байланысты бір нәрсені сөйлеп тұрамын. Жай өзімді блогер сияқты сезінгеннен кейін күнде солай камераны қолға алып, қарай бердім, сөйлей бердім, видеоны сосын жазып болғаннан кейін қарадым, түрім қалай, не істеп отырмын, қандай нелерді, қателіктер жасап отырмын. Тым көп деп берем, тым көп тоқтап қалам, тым көп жан-жағына қарап кетем деген, солай өзіме анализ жасап отырмын әрбір видео сайын. Одан кейін уақыт өте келе маған камераға сөйлеу әлде қайда оңайырақ, жеңілірек болып шықты. Және үшіншісі лайфхак, егер сіз камераға қарап тұрған кезде, егер толық денемен бір расслабленный неде болсаңыз, бір досыңызбен сөйлеп тұрғандай, онда сізге сөйлеуге оңайырақ болады. Әйтпесе сырттан қысылып тұрсаңыз, енді байқалады ғой бірден адам ұялып тұрған, қысылып тұрған деген, оның сөзінен, түрінен. Бұл енді бір күндік процесс емес, бірақ соңында бұл ақталады, өйткені сіздің көбінесе көретін блогерларыңыз, олар камераға қараған кезде сөйлеуден қысылмайды. Соның арқасында адамдар оларды таниды түрлерін. Сізде де солай істей аласыз, сізге міндетті түрде миллион блогер болудың қажеті жоқ, бірақ бұл әлде қайда өмірді жеңілдетеді. Жаңағыдай сол видеоларыңызды күнде 5 минут түсіріп, өзіңізге анализ тауда отырсаңыз, одан кейін жақсы түсіндім деп, келесі күні дәл солай өзіңізді жеңіл сезінуге тырыссаңыз, постепенно сол блогер сияқты сөйлеуге, блогер сияқты камераға қарап сөйлеуге келесіз. Ал егер сізде камераныз өте нашар болса, немесе тіпті жоқ болса, YouTube-та камерасыз да жасауға болады. Сол Асланбек Жұмағалидің өзінің каналы толығымен ол бетін ештеңесі көрсетпейді, тек қана көкөністер, жемістер, жай ғана солардың видеоларын салып қолдануға. Ол үшін футаждарды қолдануға болады. Интернеттегі бір сайттар бар, сол бесплатный видеолармен. Ол жайлы бірақ тереңірек келесі видеода айтамын, Алла қаласа. Екінші нәрсе, басқалар не ойлап қалады, ұят болады деп ойлап қалу. Кейбір адамдарда болады ғой, YouTube бір нәрсе бастаса, ана жердегі туысқандарыма, достарыма, жұмыстағылар біреу, сен мынаны бастадың ба, күлкінішті ғой деп бір нәрсе деп мазақтай бастайды. Бірақ егер сіз өзіңіздің бастамаңызды таза ниетпен бастап жатсаңыз, YouTube-қа бір адамдарға пайданы, ақпарат, құнды ақпаратты бөлісемін деп, қайдағы бір болмайтын, ақылға кірмейтін ақымақ бір видеоларды салмаймын емес, шынымен адамдарға пайдалы болатын бір видеоларды салатын, сол арқылы табыс жасайын деп отырсаңыз, оның ұялатын еш нәрсесі жоқ. Өйткені басқа адамдар не ойлап қалады, мынау мазақтайды, мынау күледі деп, егер солай басқалардың мненияларынан егер қорқып жүрсеңіз, бұл үлкен кедергі жасайды. Тек қана YouTube-тан емес, басқа өмірдің жақтарынан да. Үшінші нәрсе, ең басында видео жасағанда қатты қиындатып жібермеу. Сіз мүмкін кейбір блогерларды қалай видеоларын жасайтын, олардың сапасын көріп, мен де дәл солай жасаймын, ең бірінші видеом керемет болды деп, қаншама бір апта, 2 апта, 1 ай бойы сол бір видеоны жасап отырсаңыз, қазір бірінші видеоны салам, ол видеоны YouTube-та жарат, просмотрларым ұшады деп, ал салғаннан кейін егер олай шықпаса, бетіңіз қайтып кетуі мүмкін. Сондықтан бұл өте маңызды. Сізге мысалдар, қайттан Асланбек Жұмағали, оны жұрттың біразы біледі, Инстаграмда 130 мыңдай подписчигі бар қазір.
және өте жақсы мысал. ютубты өзі толығымен бастап өсірген. Егер сіз оның видеоларын қарасаңыз, ең бірінші видео, қазір ютубта сондай кнопка пайда болды, ең бір ескі видео деген көрсететін. Оның ең бірінші видеолар өте қарапайым болған. Жаңағы өзі бір өсімдіктің тақырыбын алады да, одан кейін соның айналасында Википедияда ма бір жерден ақпарат тауып, сыртынан диктор сияқты оқып отты. Всем привет! Сегодня мы поговорим о грецком орехе. И сосын бірінен кейін бірі жай өсімдіктің фотолары, сол тақырыптың байланысты фотоларын қойып, уақыт өте келе ол фотолардан видео түсіріп, және видеолар өзінің телефонымен жұмыс істеп, грецкий орехті көрсетіп дегендей солай дамыта берді. Бірақ ең басында ол қарапайым бастады. Жұрттың баласы деген видеоларын көрсеңіз, ол да Қазақстандағы канал. Всем привет! Сегодня я хочу поговорить о наболевшем. Думаю, не только для меня, но и для всех жителей города Алматы. Оның видеоларында ең бірінші көбінесе жай ғана камераға қарап сөйлеп тұрды. Ал арасында видеомен бе, фотомен бе солай ауыстырып, солай істеп отты. Бірақ қарапайым болды. Жай ғана камераға қарап сөйлеу дегендей. Қуат Ахметжанов. Би-бай, төрелерде шешендермен ақындарды. Ол әрине кішкене басқаша оқиғаларды оқиды, бір тарихи мағлұматтар, хикаялар, ертегілер. Содан кейін фотон қоя салады да, соның үстіне өзінің дикторлық дауысымен оқыған дауысын аудиодорожкасын салып қояды. Бірақ 400 мың подписчигі бар, енді көп тұрсыздар, елдер келеді, тыңдайды, және монтажбен қатты басты қатырмайсыздар. Бірақ ол жерде өте маңызды ескеретін нәрсе, жақсы, мен видеоны қиындатпаймын, онда қазір телефон алым, бірәсе деп телефон камерасынан сөйлеп алып, все болды, кеттік, мен қиындатпау керек қой, осылай бастамам, әзірше осылай болады деп ойда керек жоқ. Өйткені тым шалапылық жасасаңыз, елдер сіздің каналыңызға кірмейді, каналыңыз өспейді, просмотр жиналмайды, подписчик жиналмайды, монетизация қосылмайды, болды, каналыңыз өспейді, ешқандай табыс, ютубтан табыс болмайды. Бұл жерде тепе-теңдік сақтану маңызды. Қатты қиындатады емес, және тым шалапуада емес. Енді төртінші нәрсе, өзіне ұнайтын қызықты тематиканы таңдау. Басқаша айтқанда, ниша. Ол кез келген нәрсе болуы мүмкін. Өзіңізге қандай тақырыпты қызықты. Немесе өзіңіз қандай мамандықпен айналысасыз. Дәрігер, доктор, юрист, тіс дәрігері, стройка, кафель укладчик, инженер, архитектор, риэлтор, сол кете береді бүкіл мамандық. Егер сіз мамандық емес, жай бір тарихта, бір адамдар, политика ма, бір нәрсе сізге сондай сияқты нәрсені талқылағыңыз келсе, білім бергіңіз келсе, математика, тіпті мектептің пәндерін ютубқа салып, кейбір мұғалімдер ютубта миллиондаған просмотрға жинайды. Міне Ресейдегі мұғалім. Прямоугольный треугольник из вершин. Және тағы бір ескеретін нәрсе, егер сіз каналды бастаған кезде, мынау блогер өте танымалы, ода подписчиктері көп, ол сияқты мынандай тақырыпты аламын да, соған байланысты видео жасай беремін. Егер ол тақырып сізге нишаңыз ұнамаса, әйтеуір ана блогер жасап отыр ғой, ода табысы көп қой деп, өзіңізге ұнамайтын нишаңыз таңдап алсаңыз, сіз көпке шыдамайсыз. Ал YouTube деген ол бір айлық, 2 айлық жасалатын нәрсе емес. Егер сіз YouTube'та өзіңіздің толық табыс көзіне айналдырғыңыз келсе, жұмыстан шығып кетемін дегендей, онда өзіңізге ұнайтын нәрсені таңдау керек. Қаншалықты сіз ойласаңыз, ой, мынау видео адамдарға мынандай тақырып қызықты емес, ол просмотр көп жинамайды деп ойлаймын дегендей. Мүмкін сіздің жағдайыңыз әртүрлі болуы мүмкін. Сізге міндетті түрде миллион просмотр жинауының қажеті жоқ, бір жақсы ақша табу үшін. Өйткені YouTube'да тек қана монетизация емес, одан да басқа қаптаған ақша табу жолдары бар. Мен ол туралы Алла қаласа келешекте айтамын. Әзірше каналға подписка басып қойыңыз, егер ұнап жатса. Сол төртіншісі, ең бастысы өзіңізге тура ұнайтын, өзіңіз шабытыңыз бар сол нәрсемен айналысуға. Сондай нәрсені таңдаңыз. Ал идеялар, контент, видео қандай? Мен мысалы, мен риэлтормын, немесе мен стройкамен айналысам, немесе мен тіс дәрігермін. Мен тіс дәрігерлікті қандай видеолар жасаймын дегенде. Ондайда бар, идеяларды табуға болады. Ең бастысы басқалар не ойлап қалады, мыналар күледі, мыналар мені мазақтайды деп, өзіңіздің басыңызда тоқтатып жібермесеңіз, ограничение қойып, онда бәрі болады. Ал енді жақсы қарастырайық. Тіс дәрігері, сізге қазір көрсетіп жіберем. Міне, қараңыз, доктор Виктор Круш клиник. 87 мың подписчигі бар. Орысша канал. Здравствуйте, я доктор Виктор Круш, стоматолог-имплантолог. Я работаю в Израиле. 87 мың подписчигі бар. Каналыңызды қарасаңыз, 8 миллионға жуық просмотрлар жиналған. Бұл кісі просмотрлардан көп жинамаса да, бірақ
неге бар ода видеолар 2,5 миллионнан 1,8 миллионнан просмотр жинаған. Ол өзінің әрбір видеоның соңына астына анау өзінің клиникасының адрестарын жазып қояды. Адамдар осыны көргеннен кейін интернеттен енді ойланып көрші 2,5 миллион просмотр. Осы 2,5 миллион адам көргеннен кейін олардың минимум бір 1000 адам, жақсы 1000 адамы анау клиникасын көргеннен кейін ол адресін оған баруы мүмкін. Сосын келесі мысал, міне қараңыз, доктор Эрик Берг. Бұл американдық негізі, бірақ оның орысша каналы бар. Орысша каналының өзінде 5,41 миллион подписчигі бар. Видеоңыз типтерін қарашы. Жай ғана фото, сосын өзін мамандығына байланысты білетін нәрселерін айтып отырады. Су ішу, тамақ, қандай не пайдалы, қандай зиян. Психолог болсаңыз, міне қараңыз, қаншама психологтардың видеолары. Міне бір жыл бұрын 1,6 миллион просмотр. 3 ай бұрын 748 миллион просмотр. Медицинский психолог 3 апта бұрын 1,3 миллион просмотр. Міне 2,61 миллион просмотр. Вероника деген Вероника Степановада. Ары қарай строительство дома. Тіпті стройканың өзіне қараңыз. 4 күн бұрын 4,000 просмотр. 10 күн бұрын 6,000 просмотр. Осындай компаниялар, сосын қараңыз. Чтобы получить смету или планировку, обращайтесь к нам в Telegram. Көрдіңіз бе? Олар YouTube'да монетизация арқылы емес, осы видеоны салып, өзінің мамандығынан ұста, эксперт екендерін көрсету арқылы адамдар оларға керемет, жақсы деп заявкаларını басып, интернеттен оларға келеді. YouTube'да табыс жолдары өте көп. Енді мен математика мұғалімі туралы айттым ғой. Міне, мен Ресейдегі математика мұғалімі 1,16 миллион подписчигі бар, 856 видео салған. Видеоларыңызды қарасаңыз 11 миллион просмотр, 4,7 миллион просмотр. Өзінің мұғалімдік пәнін YouTube'ға салып, балаларға білімді үйретіп, сол арқылы ақша тауып отыр бұл. Сондықтан өзіңіздің мамандығыңызды қалай мен айналып тұрамын, оның просмотр жиналмайды, мынау деп уайымдамаңыз. Просмотр жиналмаса да әлі де ақша таба аласыз. Мен әлі сізге YouTube'тан қалай тағы басқа ақша табу жолдарын толық көрсеткен жоқ. Бұл аз ғана бөлігі. Енді 5-шісі, таза ниетпен пайдалы құнды ақпаратпен бөлісу. Интернетте өзі YouTube'та пайдасы жоқ бір ақымақ видеолар қаптап жатыр. Оларды одан сайын көбейтудің қажеті жоқ. Қаншама просмотр жинаса да, бұл негізі мен дұрыс емес деп ойлаймын. Адамдар уақытын беталды құртады. Бірақ та сіз өзіңіздің видеоларыңызды, жақсы мен серьезный боламын деп профессордың лекцияларыңызға айналдырып жүрсеңіз, ол студенттерге тыңдаған кезде ұйықтап қалатын қызықсыз болғандықтан, онда ол да дұрыс емес, өйткені адамдар ондайда аса көруді ұмытпайды. Сол құнды ақпаратты адамдарға берген кезде, оны аямай толығымен бір тақырыпқа байланысты толығымен бүкіл сырын ашып берсеңіз, адамдардан біліп қойса толығымен оларда сұрақтар қалмайды ғой. Мен онда не істеймін дегенде, жоқ, олай істеудің керегі жоқ, өйткені сіз шынымен адамдарға пайдалы ақпаратты бесплатно егер бөлсеңіз, олар түсінеді, өйткені адамдар көбісі оған бесплатно бере салмайды. Сондықтан сіз сияқты каналдарға, бүкіл сырын ашып беретін каналдарға олар тіркеледі, подписчиктарыңыз, просмотрларыңыз сол арқылы өседі. Сосын сізге сенім де көбірек пайда болады. Ары қарай өзіңіздің өте терең, адамдар уже кез келген адам түсіне қоймайтын бір наставничество керек деген сияқты нәрселеріңіз болса, оларға уже отдельно курс па, бір нәрсе өзіңіз жасай аласыз. Бірақ әзірше олай асығудың қажеті жоқ. Мен курс жасаймын, 100 000 теңгеге сатамын бөлдім. Бұл әсіресе эксперт мамандарға байланысты. 6-шы нәрсе, әрқашанда өзіңіздің видеоларыңызды дамыта беру. Және менің ең басында қиындатпау туралы неге айттым? Егер сіз бір видеоны ең басында өте көп уақыт, бір айдай соны жасап отырсаңыз, керемет жасайым дегенде, әрбір видео жасағаннан кейін оны анализ жасау, қай жерім жақсы, қай жерім жаман болып шыққаны ол ұзаққа созылады. Егер сіз мысалға 10 минуттық видеолардан бастасаңыз, осылай камера қосып қойып, бір тақырыпты талқылай бастайсыз. Одан кейін соны салсаңыз, комментарийда адамдар мысалы жазады, ұсыныстарын өзіңіз сұрасаңыз, комментарий ұсыныс жазып қойыңыз деп, одан кейін байқайсыз, видеоның қай жері жақсы, қай жері жаман, мына жерімде тым көп беталды сөйледім, мына жерде адамдарға қызық емес, керек емес нәрсені көрсетіп тұрдым, жақсы, келесі жолы осы. Сөйтіп, әрбір видео сайын анализ жасап отырсаңыз, әрбір видео сайын 1%-ға видеоларыңызды жақсартып дамыта берсеңіз, 10 видеодан кейін 10% болады.
мен жай ауыспалы мағынада айтып отырмын, пайыздармен түсініктірек болу үшін. Притча бар ғой, саз балшықтан горшоктарды жасайтын мұғалім мен оқушылар туралы екі топқа бөледі. Бір топқа 30 күн бойы бір горшокты жасасын дейді, екінші топқа 30 күн бойы бір горшоктан жасап отырыңдар дейді. Күнде бір горшоктан. Сосын айдың соңына қарай ең жақсы горшок кімде шықты деп салыстырған кезде, сол күніне бір горшоктан жасаған оқушыларда жақсырақ шықты, өйткені олар күнде бір горшок жасайды, қарайды, қандай қай жерден қателік шықты, қай жерден жақсартуға болады, қай жерден дұрыстап істеуге болады. Ал анау топ болса, келесі топ болса 30 күн бойы енді бір горшокты жасай алмайды. Мүмкін бірінші сағат кетіреді, бірақ бір рет қана жасағаннан кейін сабақты олар көп үйренбейді. Сондықтан ең басыңызда видеоларыңызды қарапайым жасасаңыз, бірақ әрбір видео сайын қандай жағын жақсартуға болады, қай жерін дамытуға болады деп солай анализ жасап, келесі жолы соны ескерсеңіз, видеоңызда жай-жайдан бір айдан кейін, 2 айдан кейін видеоңыз мүлдем басқаша дәрежеде болады. Қазіргі үлкен блогерлер солай өсті, өйткені ең басында қарапайым бастады, одан кейін қалай күштірек соны жасауға болады деп солай дами берді. Жетінші нәрсе. Жақсы. Сіз каналды енді ғана бастадыңыз, бірақ видеоларды жақсарту дегенді қалай түсінуге болады? Сіздің нишаңызда міндетті түрде конкуренттеріңіз болады, уже просмотрлар, подписчиктер көп деген каналдар болады. Сіз өзіңіздің үйрену процесіңізді тездету үшін солардың каналдарына кіріп, олардың видеоларын қалай жасайды, қандай стиль жасайды, не қолданады, видеода сұрақтарға жауап бергенде қалай жауап береді, өзіңіздің видеоңызға соның бәрін жай-жайдан енгізе аласыз. Бірақ бұл жерде өте маңызды ескерту. Мынау бір миллион бір нәрсе подписчигі бар канал осы ондай видео жасап отыр. Мен тура сондай жасаймын деп, ол видеосын полностью алып, өзіңіздің каналыңызға салсаңыз, сіз бұл каналыңыз өтпейді, өйткені адамға салыстыру берсе, мынау бір 0-100 подписчигі бар канал, мысалы сіздікі, және бір миллион подписчигі бар канал, бір тақырыпқа видеоны жазды. Қайсын таңдайсыз дегенде, әрине миллиондыкін таңдайды, өйткені сенімдірек, және мынау немене, онда тура сондай нәрсе, ол қараудың қажеті не. Сондықтан видеоларды жасаған кезде, конкуренттерден анализ жасаған кезде, олардан толығымен аралап, өзіңіздің тура солай жасаудың қажеті жоқ. Өзіңіздің ақпаратты жеткізу мәнерін қолданыңыз, креативті қосыңыз, видеоны, музыка, фото, видеолардың подачасын бәрін өзіңізге келтіріп жасаңыз, өзіңізге қалай ұнайды. 8-ші нәрсе, сабырлық таныту. Сіздің YouTube каналыңызға монетизация қашан қосылатыны белгісіз. Ол бір айдан асып кету мүмкін. Сіз мүмкін 3 ай жасайсыз, мүмкін жарты жыл жасайсыз. Мен айтып жатқан жоқпын, міндетті түрде солай болады. Бірақ сабырлық таныту керек. Ол өте тез бола қоятын нәрсе емес. Әрбір адамда әртүрлі. Кейбіреуде тез шығады, кейбіреуде баяу шығады. Сабырлы болсаңыз, ұтасыз. Міндетті түрде ұтасыз. Бірнеше жылдардан кейін сабырлықты танытсаңыз, дұрыстап бәрін жасасаңыз, еңбектің жемісін міндетті түрде көресіз. Ал біраз лекция болды. Бірақ YouTube-тан ақшаны жасағыңыз келсе, оған бір балалардың ойыншығы сияқты емес, бір кішкене серьезный болып қарау керек, бір жұмыс ретінде. Ал елестетейік. Сіз видео түсіруге дайынсыз, нишаңызды таңдадыңыз, білесіз, не жайлы түсіретінізді. Енді видео түсіруге идеяларды қайдан алуға болады? Мен айтқандай конкуренттерден қарап шығу бірінші вариант. Екіншісі, өзіңіздің ойыңыздағы қандай видео түсіргіңіз келеді, соны бастай алуға болады. Үшіншісі, YouTube поисковигінен адамдар не іздейді көбінесе. Мысалы, сіз бір маман болсаңыз, YouTube-тан тақырыптарды, стройка, психологияға ма, риэлторствоға ма, квартира қалай таңдауға болады, квартира таңдағанда не ескеру керек, сондай сияқты нәрселерді жазып, адамдар мынандай нәрселерді іздейді екен, қандай бар видео бар оған байланысты. Мынандай видео бар, ол жерде адамдардың сұрақтары қандай, солай комментариядан бәрі анализ жасап, мен мына жердегі адамдарды әлі туындап тұрған сұрақтарға дұрыстап жауап беремін, өзімнің видеомда соның бәрін толықтырып, керемет қылып жасаймын деп, солай бастауға болады. Осымен болды. YouTube-ты бастау үшін оны бастау керек. Өйткені қаншама кітап, библиотека, видеоларды, үйрететін курстарды сатып алсаңыз да, бірақ қолданбасаңыз ештеңе шықпайды. Егер қызықсыз және пайдалы болып жатса, онда осы каналға подпискасын басып қойыңыз, менің алдыңғы видеоларымызды қарап жіберіңіз. Келешекте Алла қаласа сіздермен көріскенше, тағы да YouTube туралы тереңірек тақырыптарды жасамын. Қазақша YouTube-тың дәрежесін көтерейік.